яғни жаңағы екі бөліктен тұрады. Бірінші половина дейді, мынау басы білетін. Екіншісі бак аккумулятор дейді. Яғни мынау астыңғы су болады. Былайынан келіп түседі. Так, үш бізде водоуказательный стекло дейді, яғни судың мөлшерін, деңгейін анықтап тұрады бізде негізінен. Екі бізде жаңағы су, 13 бізде задвижка, яғни дерированный су, неге питательный насоспен суырылып алады, осы сол жерде задвижка болады, ана 13. Бізде бесінші бұл аталатын охладитель выпаров дейді, немесе ТЭЦ-те оны поросенок деп аталып кеткен. Охладитель выпаров бізде не үшін керек? Яғни охладитель выпаров бізде мынау деорацияға берілген, деорация жасау үшін берілген пар болады. Жаңағы парды аламыз ғой. Алған парды біз яғни 9-дан біздің астыңғы жағынан пар беріледі, үстіңгі жағынан 11-ден су беріледі. Су төмен қарай түседі да, төмен қарай түскен кезде су. Ішінде алдында айттым, ол мотоварка сияқты. Солардан тоқтап өтеді. Яғни өзінің скоростін жоғалтады да төмен қарай түскен кезде. И торможение болған кезде жаңағы құрамындағы ауаларды бұл өзімен бірге сорып алып отырады. Анау оросительдерді тесіктер 6. Сол тесіктер арқылы су өтеді. Оросительмен тесіктермен су өтеді. Анау 7 тарелка, 8 ороситель. Сол арқылы өтіп төмен қарай түседі. Сегіз барботажное устройство дейді. Ол барботажное устройство анау суды шашыратып береді. Төмен қарай, оросительный тарелканың тесіктерінен өткен кезде барботажное устройство суды шашыратып береді. Сол шашыратқан кезде ауа бұл астан беріліп, шашыратқан судың құрамындағы ауаны жоғары қарай көтеріп алып кетеді. Көтеріп алып кетеді да жоғарыға қарай. Ол жерде бізде анау 10-шы бізде 10-шы выпар деген болады. Выпар 14 воздушный. Выпар деген не үшін керек? Выпар керек жаңағы буды шығару керек. Яғни бу дегеніміз ішінде ауа болады. Ауаны шығару керек. Выпар жаңағы выпар 9 болады, 10, 14 воздушникпен ауаны атмосфераға шығарып жібереміз. Бұл бірінші несі. Екінші жаңағы бізде охладитель выпаров. Охладитель выпаров бұл да жаңағы будың құрамындағы ауаны шығарып жүру үшін. Бұл будың құрамындағы ауаны үнемдеп шығару керек. Яғни далаға шығарғаннан көрі оны бір жерде пайдаланып қалу керек. Бұл да охладитель выпаровта теплообменник. Бұл теплообменниктен основной конденсаттан келетін су осы охладитель выпаров арқылы өтіп, мына жақта 11 немен беріледі су. Аэраторға беріледі негізгі су. Охладитель выпаровтың көмегі сол. Одан кейін ауасы жоғары қарай шығып кетіп отырады. Яғни бұл жерде де қыздырылып. Негізгі қызметі осы аэратор. Аэратордан кейін питательный насоспен экономайзерға бөледі. Экономайзерден барабанға немесе прямоточный болса бірден топканың экранный трубкаларына беріледі.